Неге мысықтар пырылдайды? Өз дауысының әуезділігін сақтау үшін. Жоқ, олай емес. Көпшілік пікірге сәйкес адамдар мысықтар пырылдаған кезде олар бақытты және риза деп ойлайды. Бірақ мысықтар басқа жағдайларда да пырылдайтынын білесіз бе? Елестетіп көріңіз. Мысық биіктен құлап, сүйегін сындырып алады. Осындай жағдайда да ол сүйегін жазу үшін пырылдай бастайды. Сүйектерін жазу үшін пырылдайды ма? Бұл қалай мүмкін? Зерттеулер көрсеткендей, мысықтардың пырылдау жиілігі мен сүйек тінінің қалпына келу жиілігі сәйкес келеді. Сондықтан сүйегі сынған мысық пырылдау арқылы сүйек тығыздығын арттырып, жазылу үдерісін жеделдетуі мүмкін деген болжам бар. Вау, бұл керемет екен. Сонымен қатар, мысықтар кейде күйзеліске түскенде немесе қатты ашыққанда да пырылдайды.